Мұсылман адамның бірінші тамағы жеміс болу керек дейді. Мысалы, сонда қонақ шақырғанда дастарханға бірінші ет келмей тұрып, жеміс қойып қойыңыз, турап. Содан ауыз тиіп, кейін табақ келген кезде жинап қоясыз. Негізі әдебі солай бұл мұсылмандық дастарханның. Біз батыстың несін өтіп кеткенбіз ғой. Бірінші ет жеп аламыз да, кейін барып жеміс жидек келеді. Ол дүниені қалаған, имам Азали айтады, ақыретті қалаған адамдардың тамағы бірінші жеміс, кейін тамақ болады, үлкен тамақ. Ал дүниені қалаған адамдардікі бірінші тамақ болады, кейін болып жеміс келеді деген. Неге? Олар дүниені қалағаннан кейін соны жеп қалуға тырысады. Ал енді мұсылмандікі бірінші жаңа жеміс келеді, неге? Ол жай ауыз тисе болады. Кейін ана екінші тамақ келген кезде көп тамақ жеп қоймау үшін. Қайтесің оны жаңағы, сен дүниеде қалмайсың, сенде ар жақта қалаған нәрсең бар. Тіпті сондықтан кейбір ғалым әулиелер не істеген, бұл ақыреттегі несібімізді бұл дүниеде жеп тауысып қоймайық деген.